Сені миллионер ететін 20-шы қадам. Ақша қолдың кірі, шын бақыт ақшада емес. Талант бар, таныс жоқ, осындай сөздер сенің ақшаға деген ұғымыңды, сеніміңді қалыптастырып қойған. Жалпы ақшаға емес, өмірге деген сеніміңді қалыптастырған. Енді сен ойлайсың ба, мынандай машина алу үшін бір керемет ми керек деп, или басқа семьяда туылу керек деп, или депутаттың баласы болу керек деп. Барлығының екі қолы, екі аяғы бар. Просто ақшаға деген ұғымыңды өзгерт. Ұғымыңды, сеніміңді өзгерту үшін өзіңе сұрақ қой. Не үшін мен бұлай ойлаймын? Тоқтай тұр, комментарий жазуға асықпа. Бір сеніп жүрген адамның лақтырып кетті. Оны кінәлап, жамандамай тұрып, өзіңе сұрақ қойшы. Менің оның орнында болғанда, мен лақтырған адамның орнында болғанда, қалай жасайтын едім? Не себеп болды осылай оның лақтырып кетуіне? Мүмкін өзім бір нәрсе айтып қойған жоқпын ба? Или мен осылай біреуді подводить етіп лақтырған жоқпын ба кезінде деген сұрақ қой өзіңе. Сол кезде сенің ол адамға деген ұғымың ауыса бастайды. Сол секілді ақшаға байланысты сұрақ қой. Не үшін мен ақшаны сондай қол жетімсіз етіп көремін? Басқалар жасап жатқан нәрсені неге мен жасай алмай жатырмын? Осы уақытқа дейін қандай сөздер менің осы ақшаға деген ойымды осылай қалыптастырды? Мен білем, сенің ойыңда как будто сенде ғана ақшамен проблема бар сияқты. Ой, менің проблемам сенде болса көрер едім. Негізі барлығында ақшамен проблема бар. Бәрі ақылды әйтеуір. Мұны айтып жатқан нәрселерді барлығы біледі. Интернетті ашып қалсаң, простой адам қалмады. Енді қашан ұғымыңды, сеніміңді ауыстырасың, бәрі өзгереді. Убеждение дейді ғой, қалай переводтауды білмеймін. Убеждениеңді ауыстыр, ақша деген қол жетімді. Енді бұл видеоларда мен долларовый миллионер болуды айтып жатырмын. Бірақ теңге мен миллион деген, ол 10 мың теңгенің 100 ақ штугы. Осы видеоны көріп отырсаң, значит сен қолынан келеді. Енді 20-шы қадам кетіп жатыр. Осы уақытқа дейінгі қадамдар пайдасын тигізді ма, жаза кетші. Енді сен жазған сайын ол маған дух береді. Ары қарай жалғастыруға себепші болады. Астында поделицияны басып қойыңдар, хотя бы жібермесең де басып қойшы, басқаларға да пайдасын тигізсін. Ертең көрсеміз.